Саламатсыздар ма, балалар? Сабағымызды бастаймыз. Жұмбақ тапқырлықты талап етеді. Жұмбақ жасырғанда айтылар анық нәрсені ойда бөгіп қалып, соған ұқсас нәрселерге теңеп, тұспалмен жеткізеді. Жұмбақтарда нәрсенің сан және сапа көрсеткіштері мен ерекшеліктері жан-жақты сипатталады. Мысалы, пияз туралы жұмбақты алайық. Аласа ғана бойы бар, 9 қабат тоны бар. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бірінші жұмбақта пияздың сыртқы көрінісі сипатталса, екіншісінде сапалық көрсеткіші жайында айтылады. Олар қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есімді білдіріп тұр. Ендеше бірінші жаттығуды бастайық. Суреттегі заттар туралы өзің жұмбақ құрастырып көр дейді. Беті бар, жүзі жоқ, ақыл берер көп нұсқа. Бұл не екен, ойланып көр. Кітап. Жасыл киім кигенмін, бақшада мен өсемін, салатқа да жараймын. Бұл не деп ойлайсың? Қияр. Дөңгелекпін домалап, балалармен ойнап-ақ, тебеді де қағады, қуанышты сыйлайды. Бұл топ. Сырты жасыл жолақты, іші қызыл бал сияқты. Бұл не? Қарбыз. Осы секілді жұмбақтар құрастыруға болады. Ең бастысы заттың сынын, сипатын білулеріміз керек. Үшінші, суреттегілерді сипаттап айт. Кірпі кішкентай, қоңыр, тікенектері бар. Ол жермен ақырын қозғалады. Қоян сұр түсті, әдемі, құлағы ұзын, оның аяғы мықты, өзі сондай үркек болады. Келесі, торгөздерге Назым қандай оқушы екенін анықтайтын сөздер тауып жаз. Сондай оқушы туралы әңгімеле дейді. Сын есім туралы білетіндерін пайдаланып, осындай тапсырмалар құрастырып көр. Бұл жерде Назым қандай оқушы деген кезде біз Назым ақылды оқушы, ұқыпты оқушы, шыншыл, білгір, көркем деп осындай сын есімдерді пайдалануымызға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше арнамызға жазылуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.